outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Мен осы видеода әлі сіздермен амандаспаппын, сондықтан сәлем достар, сіздермен бірге мен Шұғла. Және де бүгінгі видеода сіздер менің өмірімнің бір күнін көретін боласыздар. И наконец-то менің канал Vlogmas. Альбин, доктор. Рахмет. Господи боже, мен такой впервые вижу. Пуштекен. Амазай. Много болду. Гөл болды ғой. Нағарсың деп. А еще, знаете, маған осындай құрмалар ұнайды. Құрғағын емес, осындайын жақсы көремін. Сенші? Маған да осындай сіздермен бірге құрма Акал құрмалын алыңыздар. Ал енді қазіргі күнімізге оралайық. Дәл қазір түскі 12 болды. Мен наконец-то бүкіл сабақтарымды біттім. Енді түскі шайымды ішейін деп жатырмын. Мен танитын адамдар біледі, мен всегда совершенно вот всегда обожаю. По идее, не стоило бы, но не могу. Мен душқа кеттім. Достар, мен уже душтан шығып алдым. Және қазір кішкене уход жасайтын боламын шаштарыма. Және де осы мен білмеймін, бағана 1 сағат телефонымды помнитсен, короче, тазаладым да. Түсінбеймін, қанша памяти бар. Телефон алсаң да всегда толып қалатын сияқты болады. Мен өзіме күшті бір жаңа әдет тауып алдым. Соны қазір күнде істеуге тырысып жүрмін. Түнде жатар кезде телефоныңыздағы сол күнгі бүкіл мусорды тазалап тастайсыз. Вот достар, мен қазір біттім. Енді макияжға кірісетін боламын. Даже не знаю, просто бүгін даже макияж деп айтуға келмейді. Просто көзімді қасымды ғана боясатын шығармын. Вот достар, менің макияжым бітті, шашым да примерно бітті. Қазір хвостик жасаймын, шашым боя саламын, потому что маған жай жүрген қатты ұнамайды, ыңғайсыз точнее. Қазір мен су ішемін, бағана жанымда тұрған. И осыны бітіріп тастадым где-то 5 минуттың ішінде. Сіздер ойланып отырсаңыздар немесе ойыңызға түспеген болса, онда қазір тұрып орныңыздан 1 стакан су ішіп келіңіз, потому что артық етпейді. Біздің организмге қаншалықты маңызды екенін бәріміз білетін шығармыз. Сондықтан давайте. Достар, мен уже киініп алдым. Қазір далаға шығып бара жатырмын. С лифтідан бұйыртса жолға шығамын. Мен чуть-чуть маскамды тағуды ұмытып кете жаздадым. Маска тағып жүріңіздер, достар. Достар, мен наконец-то дегенде салонды таптым. Мен ез бірінші келіп тұрмын, салонға ерінаса тағы да келем. Ну вот, наконец-то таптым. Тугес аман болсыншы, тугес. Достар, қараңыздар, қатты тұрмаған. Дәл мен қалғандай тұрақтар. Мен уже қонақтамын. Қатты билеп қоясың ба не? Достар, күшті отырыс болды. Прям әңгімені көп айттық. Енді қазір үйге келіп рахаттанып отырмын. 3-4 сағат ұйқымен маужырап, төсегімді салып, беті қолымды жуып, макияжымды шешіп тастадым и наконец-то ұйықтайтын боламын. Және де достар, осымен менің бүгінгі влогымыздың аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен бірге болғанмен Шұғла. Келесі кездескенше сау болыңыздар.